екі балам бар дейді. Құттай шатасып кетті, адам ренжімеңіз. Ренжіме кішкене ойнатып жатыр едім ғой, айгетпеңіз. Күйеуім мұндай бір нәрсе. Осы ренжіме ойнамайды, кім? Бакуш қайда? Сен ойнапсың ба? Рахмет. Августың екі тойым бар дейді. Әділхан, жаным, Әділхан. Күнім, Әділхан. Жұлдызым, Әділхан. Қаншама нелерге көрсем, Әділхан, ең әдемісі сенсің үшін, Әділхан. Әділ, сөз үшін аман бол, келіңе сол. Тілеймін, рахмет. Екі баласы бар қызым мен Әділхан, мысалы, күйеуге шығарып тұрса, Әділхан, молодец, кеш, Абсұлтай, кеш. Міне, біздің елдің жігіттері төленші. Кетіңдерші, мына жігіттіңдерші. Давай, екеуін көрсетіңдерші. Не көрсетейік дейді? Билеңдер деп отқан. Қандай би? Өзің айтшы. Еркектердің биі ғой. Еркектердің биі деген бола ма? Еркектердің биі қандай болады? Лезгинка. Лезгин? Мына жақта біреу тауықты байқайлап тұр. Абзалға берді. Ал бірақ Кәкімжан деген азамат қайда? Сіз де үйден еркексің ғой, келшеш көрген. Құттай өзіңді істеп ұсташы кел. Рахмет. Өже билеп кеткен ба? Кел. Өзің айт, еркек жайтшы, үйдің қазайынсың ба? Кімге бересің? Соға. Рахмет. Шайлап, Ақтоған деп, негіз басқасы айтайын деп, мына жерде шымшық қалып еді, Абзалға берем деп. Бүйректен шымшық қалып еді. Рахмет. Ал, Абзалға қош келдіңіз, сіз құрдассыз ба? Иә, құрдасым. Кімнің? Кәкімжан. Кәкімжан ба? Кәкімжан. Жаман прикол сөйтіңіз, қандай кәдімгі? Қай жақтықсыздар? Мұқырдық. Қызыл қоған ма? Мә, ода алды. Рахмет. Рахмет. Иә. Жоқ, кетпе. Әділхан. Сен ұнайсың ма, Әділхан? Сен Әділхансың кішкене көңілді өтсінде ойнап жатырмыз, сөзіңше басқа бөтен ойымыз жоқ. Мына телевизияға айтайын, кімге берейік, айтыңдаршы. Еңбек кімдікі? Еңбек Абзалдікі ма? Еңбек Әділхандікі ма? Кім? Ақтоған не үшін созып атқандай дейін ба? Манағы музыка жүрсек, мынау бәрі бақырып күшті қол соғады, сосын созып атқан кейін қосшы. Кім? Мына жердегі көкелердің өте тойға келген сезімді әйтеуір. Құттай бермей қарағанды. Рахмет. Сонымен келе қойыңыз, Ақтоған кімге береміз? Қайсысы ұнады? Екі баласы. Рахмет. Әлде еңбек Ақмаралдікі ма әлде? Екі баласы бар еді. Рахмет. Рахмет. Ал былай шыны керек, Ақтоған мен құлағыма келіп